О, інім қалайсың? Қашан? Жоқ, көрдің деме? Ол бәрі мен қарыз екенді дәлелдей алмайды. Мен алған ақшамды қағаз жүзінде ол дәлел жоқ. Ей, қорықпашы. Звондайды, іздейді, қояды. Мен оның ақшасын бәрі қайтара алмаймын. Қайтармайым да. Оған қайтарып бермегенмен ол бәрі кедей болып қалмайды ғой. Оның ақшасы көп. Давай жақсы. Өлдің бе ақшадан? Берсең берсің де. Андасында беріп тұрған сауап болады. Официант! Қалайсың, Фазыл? Мәке? Көрінбейсің ғой. Қазір жағдай болмай жатыр. Таныстарымнан бәрінен сұрап көріп жатырмын, ақша табылмай жатыр. Күте тұрсай берем ғой. Фазыл, бұл сөзді айтып жүргеніне 1 жыл болды. Өтірік айтудан шаршамадың ба? Қайтарам дедім ғой. Қайтарып берем. Фазыл, менің сыртымнан не айтып жүргенімді білем. Бұл ақшаны қайтармайтынымды да білем. Жарайды, мен одан кедей болып қалмаймын. Аллаға шүкір менде бар. Бірақ ар, намыс деген қайда кетті? Бойыңдағы арыңды, намысыңды болмайтын бір ақшаға саттың ба? Ек сөйлейтін еркектердің көбейгені өкінішті. Иттің бойынан кетпеген адалдық, адамның бойынан кеткен өкінішті. Сыртымнан сөз айтпай, өзіме түсіндірсең осы қарызыңды кешетін едім ғой. Адамдардың маған таслақтырған қорқынышты емес. Сол таслақтырған адамдардың арасында таныстарың болған қорқынышты. Түсіндім. Мәке, кешірші. Ақшаңды қайтарып берем. Жарайды, Фазыл, ол ақшаны мен кештім. Балық сияқты суда жүзуді үйрендік. Құс құсап, аспанда ұшуды үйрендік. Жер бетінде адам құсап өмір сүруді үйренейікші.